Bismillahirrahmanirrahim. Құрметті тыңдарман қауым, Құрбан айтта жақындап келе жатыр. Соған байланысты жиі қойылатын 2-3 сауалға жауап беріп кетуді жөн санадық. Жиі сұралатын сұрақтардың бірі, құрбан шалудың орнына ақшасын садақа етсе бола ма деген сауал жиі келіп тұрады. Енді бұған айтарымыз, құрбан айтта құрбан шалудағы ең басты шарт малды бауыздап қан ағызу. Бұл дегеніміз құрбандық болып есептелу үшін міндетті түрде айт күндері мал сойылу керек деген сөз. Ал енді малдың орнына оның ақшасын садақ етіп таратып жіберсе, немесе садақ етіп беріп жіберсе, ол жаңағыдай құрбандық шалған болып есептелмейді, әрі құрбан шалу міндетінен құтылған болып саналмайды. Сондықтан да өзіне құрбан шалу міндет болған қалталы мұсылманның құрбан айт күндері құрбан шалуы шарт, оның ақшасын садақ етіп беруі жеткіліксіз. Ол еткен жағдайда бәрібір құрбан шалу керек болады. Енді бұл айтқанымыз кімге қатысты? Бұл айтқанымыз құрбан шалуға міндетті болған қалталы мұсылманға қатысты. Ал кедей санатындағы мұсылманның құрбан шалуы міндет емес, сол себепті ол ерікті. Қаласа құрбан шалмай, оның ақшасын садақ етіп беріп жіберуіне болады. Қаласа сауап үшін құрбан шалуына да болады. Мүлдем шалмаса да, немесе садақ етіп бермесе де оған күнә емес әрине. Бірақ егер кедей санатындағы кісі Алла үшін құрбан айтта бір қой құрбан шаламын деп атаса, яғни нәзір етсе, онда оған құрбан шалу керек болады деген. Және кей ғалымдарымыз ескілікті кітаптарда мынандай үкімді де айтады: егер кедей кісі құрбан айтта құрбан шаламын деп құрбандық ниетімен мал сатып алған болса, оған оны шалу уәжіп болады дейді. Өйткені құрбандық ниетімен сатып алу арқылы бұл да бір белгілі бір дәрежеде Құдайға атағанмен тең, яғни нәзір еткенмен тең. Сол себептен ол құрбандық ниетімен сатып алған малын құрбан айтта құрбан ретінде шалуы керек деген. Ондай ниетпен сатып алмаған болса, шалуы міндет емес, тіпті сатып аларда ондай ниеті болмай, кейіннен құрбандыққа ниет етсе де уәжіп болмайды деген оған. Қысқаша айтқанда, өзіне құрбан шалу міндет болған қалталы ауқатты мұсылманға құрбан айт күні құрбан шалуы уәжіп, оның орнына құрбандығының ақшасын садақ етіп беріп жіберуіне болмайды. Садақ етіп беріп жіберген күннің өзінде құрбанын шалуы керек болады. Ал кедей санатындағы кісінің өз еркі, дегенмен де ақшасын садақ еткеннен гөрі құрбан айтта құрбанын шалған абзалырақ. Екінші сауал: бір отбасыға бір құрбандық жете ме? Бұл сауалда жиі қойылып жатады. Ханафи мазхабында құрбан шалу міндет болу үшін мұсылман, балиғатқа толған, әрі ақыл есі сау, сондай-ақ жолаушы емес болуымен қатар, ең азы 85 грамм алтынның құнына тең келер қажетінен тыс артық ақшасы, немесе 85 грамм алтынның құнына тең келер қажетінен тыс артық дүние мүлкі бар болуы керек. Сондықтан да өзінің жеке байлығы бар ұл-қыздары мен өзінің жеке байлығы бар әйелі де өз алдына құрбан шалулар керек болады. Ол жағдайда отағасының шалған құрбаны оларға есептелмейді. Ал олардың жеке байлықтар болмаса, және де 85 грамм алтынның құнына тең келер қажетінен тыс артық дүние мүліктері болмаса, онда отағасы шалған құрбанының сауабына оларды да ортақтастыруына болады. Ал енді бір отбасыға бір құрбандық жетеді дейтіндер Шафиғи мазхабындағы ғалымдар. Өйткені ол мазхабта құрбан шалу сүннет кифая үкімінде, яғни отбасындағы бір кісінің құрбан шалуы өзгелердің де міндетінен құтқарады деген сөз. Ханафи мазхабында олай емес. Ханафи мазхабында жаңа айтып өткеніндей, өзінің жеке байлығы бар жаңағыдай отбасы мүшелері өз алдына құрбан шалулар керек болады. Ал енді ондай жеке байлықтар болмаса, немесе 85 грамм алтынның құнына тең келер қажетінен тыс артық дүние мүлкі болмаса, отағасы бір құрбан шалып, шалған құрбанының сауабына оларды да ортақтастыруына болады. Үшінші сұрақ: бір қойды ақиқа құрбаны ниетімен де, құрбандық ниетімен де шалса бола ма? Енді осы жерде ақиқа құрбан дегеніміз не? Ақиқа құрбан дегеніміз дүниеге келген перзент үшін Аллаға шүкір мақсатында шалынатын нәпіл құрбанды осы ақиқа құрбан деп атаймыз. Үкімі мұстахаб. Енді құрбан айтта бір қойды ақиқа құрбаны ниетімен де, құрбандық ниетімен де шалса бола ма?
Осындай сауал да келіп жатат. Мұны да бай кедей деп қараған дұрыс. Өзіне құрбан шалу міндет болған қалталы мұсылманның бір қойды құрбанға да ақиқаға да есептеп ниет етіп шалуына болмайды. Олай шалған күннің өзіне онысы құрбанға есептелінеді, ақиқаға есептелмейді. Сол себептен ақиқаны шалғысы келсе, кейіннен бөлек ақиқа шалуы керек болады. Ал енді ол кісі кедейлер санатынан болса, оған құрбан шалу міндет емес, мұстахаб, сауап үшін шаламын десе өз еркі. Сондықтан да кедей кісі үшін бір құрбанды әрі ақиқа ниетімен, әрі құрбан ниетімен шалса, екеуіне де саналады деуге болады. Өйткені ережеде екі нәпілді бір ниетпен орындаса, екеуіне де онысы екеуіне де есептеледі деген қағида бар. Бүгінгі сауалдың легі осындай. Алла тағала шалған құрбандарыңызды қабыл етсін. Ал енді жағдайы жетпей құрбан шала алмайтындарға да құрбандық шалғанның сауабын берсін. Вальхамдулиллахи роббил аламин.